О, центральный парк келдім. Пробежка жасауға. Короче, индрайвермен келгем. Камри ғой, Сараковка. Айдап келді ғой, бір 10 минутта жеттік қойдым. Приехал осы жерге үшін, порттың. Айдайды екен масқара. Сол, мені киіп алдық. Қазір жүгіреміз. Кеше жаңбыр болғансын. Сол. Свежий воздух қана. Неге озероға барып. Bir 2-3 күн жүгірейін бе деп ойлап тұрмын қазір. Сол. Окей, вот такой внешний вид. Парк. Старый добрый парк. С паркта 3 жыл жұмыс істедім ғой кезінде мен. Приехында жүріп жалығып кеттім, бар айтсам. Жүгіретін бір парк бар Приехында. Сол. Сосын барады бір кофейня бар. Единственный нормальный. Более-менее. Вот, соған ғана. Сол, мына жерге келіп қазір нормально жүгіріп, жаңа жер көріп, жаңа ел көріп, жаңа жердің тамағын жеп. Бар, Донер авеню бар, бір жерге бар, тамақ ішіп алу керек. Тренировкадан соң. Ой, мінекей қандай вид. Озеро жаққа келсін, сразу жел соғады ғой. Самал жел. Жүгіреміз қазір. Білмеймін, қанша километр болады. Наверное, бір. Қазір километражды қосам да жүгірем ба приложениеда. Мен сіздерге айтқан жоқпын ғой. Мен короче, кеше первый продажа жасадым Каспиретпен. Каспирет деген өте керемет зат екен. Уже 2 продажа болды Каспиретпен. То есть менен адамдар курс сатып алды YouTube жайлы. И енді қазір бір адам менен YouTube канал сатып алайын деп жатыр. Сол Каспиретпен. Вообще на Каспирет деген керемет зат екен. Негізі, короче, Алматыда бір дос балам бар. Соның Каспиреті ғой. Енді өзіме де сол Каспирет ашып алу керек. Вообще негізі адамдар бір зат ала алмаса, мысалы қатын алса Каспирет ала салады ғой. И мысалы жаңа ақша түседі, ол жерде комиссия 10% екен. Ақша түседі ғой. Ақша түскеннен кейін уже келесі күні сол жаңағы сол ақшаны шешіп аласың. Жаңағы кеше неткен, бүгін шешіп алдым. Керемет бар ғой. Каспиреттегі удобство просто высший уровень. Тренировка бітті. Центральный парктан озеродан Жаңбыр басып кетті. 3 круг жүгірдім, короче. Приложение скачать етіп алғам какой-то. Сол приложение, короче, мен неше. Все, тренировка бітті. В общем, центральный парктан бақанда 3 круг жүгірдім. Жаңағы озеродан айналып. Тренировка жасадым, турник брусья, как обычно. Мені қайтып баратқан жоқпын. Тамақ ішуге баратырмын. Мынау Green City Food Park деген жерге. Короче, жаңбыр жауып кетті, жаңбыр жауып отыр, машалла. Күшті. Не ғой? Жаңа мен приложение скачать етіп алғам. Калорияны санайтын жүгірген километр. Сол дұрыс көрсетпей тұр екен. 65-650 метр деп тұр. Ол дұрыс емес. 3 кругың 65 емес қой бұл жерде. Но бірақта 450 калорий жанған дейді. Сол 450 калорий деген негізі дұрыс кішкене неге реальностьқа приближенный 450 калорий деген біраз ғой негізі. Адам бір күнде мысалы мен тамақ ішкенде бір 600-700 калориядай алам ғой, соны 450 уже жоқ. Самый интересный, мен бүгін вообще тамақ ішкен жоқпын ғой. Вообще тамақ ішкен жоқпын, чисто тренировкадан кешем деп. Сондықтан 450 калория в чистом виде жанды ғой. В чистом виде калория. Green City Food Park. Мінекей. Кеп қалдық. Тамақтанып энергия жинап алайық. Келдік Green City Food Parkқа. Тамақтанайық. Энергия жинап алайық. Значит, здоровый. Ең жақсы, значит, здоровое питание бар. Нормально тамақ ішіп алады. Не то, что донер, монер. Здоровый адам сияқты. Денеміз, ағзамыз қуанатындай тамақтанып алайық. Денемізге асан тұрмайтындай, что-то жыншалық па немен. Андай спортивный киіммен жүрген кішкене бір түрлі сияқты екен, не? Столовый бизнес-класса ғой, типа. Жарайды, істейміз, басқа баратын жер жоқ, парктің ішінде. Самый нормальный вариант, значит, светушкаға қойдым, кстати, свет жоқ. Придется басқа жерге барып жүрген, вообще свет жоқ, мына орында мына жерде. Вообще. Жарайды, свет жоқ, ештеңе етпейді енді.
бар тамақ ішейін десем газ бірдеңесі бар шығар деп ойлағанмын енді ыстық беретін шығар деп. Жоқ дейді, сосын жарайды онда суық тамақ жей беремін енді ыстық шай ішейін деп. Шайлар ыстық қалды, шайлар суып қалды дейді. Пол кипяченый, ну немножко теплый деп қояды. Ол не болады? Ыстық шай ішіп келейін десем, жарайды қазір басқа жерге барамыз. Басқа жерге барып ішеміз, қаладамыз ғой, баратын жер жетеді. Кстати, достар, мынау тұр ғой ана спортивный школа, 45-й квартал жақта. Сол жерде мен оқығам кезінде. Короче, 9 класста оқығам осы спорт школада. Бір жыл оқыдым, одан колледжге кетіп қалдым. Анау жақтан остановкадан барып, мына жаққа шейін келіп, күнде тренировка болатын. Әлия Молдағұлова атындағы олимпийский спорт школа ғой, Қарағандыдағы спортивный школа Әлия Молдағұлова атындағы. Күшті болатын осы дайындалғанда, күнде дайындық. Бірақ общагада жатпағам мен, домашний болғам. Угадайте, где это? Это у нас, сейчас увидите, Донер авеню ғой. Донер авеню, шын айтайын, донерлар мощный ғой. Донер жеп атасың ғой. Донер жеп атқанда, донер емес, бір ыстық тамақ жеп атқан сияқты ощущение болады ше. Именно осы донерде да. Бірақ донерлар қымбат, конечно, 1600 теңге, нормально, стоящие.